Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, армысыздар. Мен мынау Қостанай облысы Әулиекөл ауданында осыдан 4 ай бұрын қонақта болып едім. Табиғаты керемет, таза ауа, көгал, жайқалып тұрған ормандарына тамсанып қайтқан болатынмын. Ал енді қазіргі таңда бұл жақтағы жағдайды біліп жатқан боларсыздар. Ормандарды өрт шарпып, бірнеше елді мекенге тараған, көптеген үйлер жанып кеткен. Төтенше жағдай министрлігі 4 қыркүйекте жағдай тұрақталады дегенмен, өрт әлі тоқтамады. Мына бір бейнеде бұл тілсіз жау Қазанбас ауылының жанындағы ормандарға көшіп, Қазанбас ауылына қауіп төндіруде. Құрметті ағайын, қазіргі таңда әр облыста, әр елді мекенде жүк көліктері қиыншылықта қалған бауырларымызға көмек қорын жинап тұр. Бірлік түбі береке дегендей, қарлығаш көмегімізді көрсетейік, бейғам қарамайық. Шын мәнінде ол жақтағы халыққа қиын болып жатыр. Іске сәт ағайын, аман болыңыздар. Қазанбасының қасындағы орман жануарлары ауылға кетіп қалатын қауіп бар.